Сәлем қазақтар, сіздермен бірге сайлау. Бүгін мен өзімнің жұмысым туралы көрсетемін. Тамамен четверг, пятница, суббота, воскресенье менде бір ресторан бар. Сол жерде кешке жақын туған күн, үйлену той, сол сияқты әртүрлі кешкі жәнелдегі шаралар болады. Сол шараларда мен суретке түсіріп сатамын. Қазақстанда жүргенде тойда суретке түсіріп сатып жүретіндерді көретін түгіме Америкаға келіп мен тура сол тірлікпен айналысам деп ойламадым. Әрине Америкада ол жақсы ақша және де өте қатты, яғни физикалық әрекет етуді, сондай нәрсені көп жұмысты қажет етпейді, шаршамайсың былай қарап тұрсаң. Сол себепті осы жұмысты мен как основной заработок ретінде таңдадым. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мені қазір Нұрдәулет алып кетеді үйден, және де сіздерге көрсетемін. Вообще қалай сатуға болады, қалай ресторан туралы бұл нәрсені соны көрсетуге тырысамын. Ал мен комнатаны жинау керек, сөйтті кеттік. Жинап біттік. Бір қыз жазады, сен видеоларыңды көрсем настроением көтеріледі өмірде қараған сайын. Соны вообще мотивацияң пайда болып кетті. Мен уже шатты бұл. Бірақ негізі сондай адамдардың айтқан сөзіне ше, не ұстап кетпеу керек? Звезда ше. Бүгін қанша ақша істейміз? Нурик, 100 адам деді ма? 100 адам жоқ шығар. Казахи в Америке қандай не жазған ғой? WhatsApp-та группаға. 200 адамдай ғой, 250 адамдай. Бәрі Нью-Йорктан ба? Иә, бәрі Нью-Йорктан. Қазақпен қазақша сөйлесіңдер деп жібере салған ғой. Админи орысша сөйледі, тол чисто қазақ бала бірақ. Сол бастады, кетті ғой вайна. Еш нәрсе жазған жоқпын, одан кейінше бекер бастадым ба дегесің ғой. Соңында кәдімгідей кетіп жатыр ғой. Екіге бөлініп кетті ана жерде. Ұйымшыл группа ғана ше. Реально айтайын екіге бөлініп кетті. Түсірмемадың саған именно вот отправить деген кезге дейін ше прям. Ондай ой болған жоқ. Контент қойған. Не деп жатыр? Соңында. Домбыраны тыңдап отырсың ба? Мына брачканы, пацанчик. Одан басқа ешкім істемейді ғой. Ресторанда суретке түсіру Қазақстанда, короче, көргенбіз қанша рет та. Сол вообще как-то не қылмайтын түгім. Айтсам вот мұндайға бүйтіп. Қызмен білмеймін, ресторанда сурет сатам деп ойлаған жоқпын. Короче, сөзін ашыған. Бірақ получается қазір сондай, Америкада соны заниматься етшіміз. Бұл, короче, за тебя бәкедегі жіберген видеосы үшін отомщение. Жазам именно сөзінше. Казах моет пол в Америке. Анау ше реально айтайын бүкіл новостной нелерін бәрі жазады. Қазақтар жуып жүр деп ше. Блять, сонда Қазақстанда, блять, қазақтар жумайды пол. Вот именно сол темасы сол болып тұр ғой. Ғана не ма, типа? Оларға рейтинг керек қой. Сен өзің ойласа, сен кірдің де жаңалыққа казах моет пол в Америке деп шығады, сен обязательно басасың. Ол басқан оларға ол ақша. Видишь? Вот сол басқызу керек, олар басқызу үшін любой нәрсені істейді. Понимаете? Сол үшін смиларға сенбеңдер. Вообще, анау жететін еді. Америка. Веризана бридж, ең әдемі бридж көпірлердің бірі ғой мынау. Вообще символ Америка ғой негізі, мосттар ше. Демі мосттар осындай вообще. Украшает город. Горизонт көрінеді там. Тем более мынандай закат болып жатқан уақытта. Осындай пробкалар. Конкретно бауырым, я на бате контента. Я батя ютуба. Если захочу, я по щелчку наберу 1 000 000 просмотров за 2 минуты, братан. Мен жұмысқа келдім. Мына біздің ресторан істейтін Нью-Йорктағы кейде клуб, кейде ресторан. Так, бұл жерде керек маған принтер. Ондай, яғни сурет салатын, суреттің сырты. Фотоаппарат, компьютер, принтер. И все. Мынаның ішінде менің заттарым. Сол енді қазір қонақтар келсін, күтеміз, суретке түсіреміз, сатамыз. Давайте.
Так, сонымен дайынбыз біз, короче, жұмыс істеуге көтеріліп, жұмыс орнына тұру үшін біздің жұмыс орны. Мына жерде міне мен рамкаларым дайын. Барлығы уже 25 рамка примерно, или 20 шақтыма. Әрқайсысы $20 сатамын. Бүгінгі міндет осының бәрін сату керек. Егер де жоқ болса, таусылатын болса, бәрін қалған тағалған. Примерно сол. Мына жерде еще менде үлкен рамка бар. Үлкен рамка бұл общий дәу суреттерге $30 сататын. Осындай. Егер де общий там суретке түсетін болса, және міне қағаздар бар оғанда. Жұмыс істейтін Photoshop ішіндегі iPad арқылы мен ана жақтан компьютерге лақтырып отырамын. Қонақтардың жанында жүріп. Соответственно, фотокамера, видеокамера ретінде қолданып жатырмын қазір. Түсіріп жатқан камерамен түсіремін суретке. Және бізде спишка мынаны камераға орнатамын. Осындай не? Жүкіткі түсіретін. Және жаңылдегі адамдарды көп түсіретін кезде осында міндетті түрде дәуі керек. То же самое орнатылғаны жанат бұл. Примерно осындай болып жанат. И осымен біз қолданамыз. Және тағы бұның батарейкалары бар. Мынау зарядталып жатқан. Осындай менде 30 шақты 30 ба 40 ба сондай батарейка бар. Сол қазір бізде жарты сағаттай уақыт бар, енді бәріне дайынбыз. Мына біздің ресторан, сахна. Так. Все, давайте. Что там, брат, жұмыс не істеп жатсың? Братан, короче, ақша кетіп жатыр, Короче, бізде осындай мероприятие болып жатыр. Каждый клиентқа өзінің бір тиын қалдырып кетеді, былай сөйтіп теңге жасайсың. Бәрін ішкізіп ақша жасап жатыр. По-любому шығады ғой комментарийлар. Ой, қарамсыз ішкізгендер. Қазақтар, біз жұмысты уже біттік. Осындай суреттер, қалған суреттер мынау. В общем, бүгін вообще да слабо болды. И осындай, короче, суреттер тағы көрсетейін. Бүгін өңкей жастар болды көбінесе. Жастар негізі бұндай суреттерді ала бермейді. Ал кәрі поколение там өте жақсы алады, жақсы сатуға болады. Санандай астатық суреттер. Бүгін бізде сатылды ровно 6 сурет. 5 сурет $20-дан $100. Және бір сурет $15-ға. Бүгін кетті бізде. Сонымен біздің жұмыс бітті уже. Пари бітті, пари что-то тез бітті. Күнді шығарып та үлгерген жоқпын. Балдар уже жиналып жатыр. Базбойлардың жұмысы. Бүкіл ресторанда жұмыстан кейін жинайды, қонақтар қайтып жатыр. Біз болса тоже жиналамыз да үйге қайтамыз. Бұл жұмыста бір-екі нәрселері бар, айтатын қызықты. Ол деген суретке түсіре беру керек, өте көп түсіре беру керек. Одан кейін шығарып не алғаннан кейін пока что барлығы ішіп, мас болып, сондай болмағанша суреттерді сатуға болмайды. Екінші нәрсе, суретті егер де 2-3 адам түсетін болса, сол 2-3 шығарып апару керек. Және адамдарға предлагать ету керек. То, что егер де 2 сурет алатын болсаңыз, мысалы бір сурет 20 ма, 2 сурет 30-ға берем деп. Сол кезде более көп товар өтеді сізде. Нурик, не істеп жатсың? Қалай идеальный официант болудың бірінші сабағы. Сондықтан сіздер егер де Америкада ресторанда жұмыс жасасаңыз, кешкі 12-14-ге жүресіз. Маңырап. Қанша алдың айлық айтшы? Tal vez, porque... Tío. Hello. Tal vez mucho la platos ahí. Tío, esta bastardos. This is Kazakhstan, okay? You see? No, it's not picture. This is people. From Kazakhstan, from my YouTube channel. It's gonna be 3,000 people. 3,000 subscribers. So you can tell hello there. Hello, bye. Hola, ¿cómo estás? Tío, қашан қайтамыз айтшы соны.
Сен Там бір сағат бар. бұл баланың машинасы бар, менің машинам жоқ. Мен 5 рет тапсырдым праваға, водительский. 5 рет. Короче, 100 досың болғанша бір машинасы бар досы болсын. Мен көрсетейінші кухняның ішін. Міне осындай. Саяқтар. Тура Қазақстандағыдай ол жердегі ресторандар. Хотя Қазақстанда білмеймін мен. Примерно осы короче жұмыс. Уже жұмыста мен аптен істеп тоздырып тастаған жұмыстар. Мынау дұршуатын ыдыс аяқтар. Анау мен, анау кальян, кейде клуб нелер болады. Клубный фигнюшка. Йоу. О, delicious. Дарбыз дейтін, дарбыз. Қарбыз, құлпынай. Құлпынай ғой. Ағылшынша strawberry. Watermelon. Не дейді ағылшынша? Наны. Blueberry. Blueberry дейді, я. Strawberry. Blueberry. Все, короче. Саранға мынандай алып қойған түсіретін. Сөйтіп мынандай чанақ, короче. И суретке түсірем. Қайрудан қаймаңан барма сүйгені жоқ бақасында теңерім асылған ғашықпын мен қазақ қызына жүрегінің тазалығына ғашықпын мен қазақ аруға берген менің жаныма лейла 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 ла 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 лейла 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 I must go solo only a cat of different color it's all that truth I know cold of gold and cold of flame the lion still has claws mine alone and sharp my love as long and sharp as yours so he spoke and so he spoke out of costume now the way we both не деп бітіруге болады айтшы. На хабаре. Короче, на хабаре каналға жазылыңдар и ВКонтакте, Facebook, там страницаға тоже қосылыңдар. Қызық суреттерімді, қызық посттарды қарап отырыңдар. Нұрдәулет Акбаров. Бүгінгі видеоның геройы. Спонсоры, герои вообще. Короче, давайте. Сау! What's up?